Жазғы демалыстан соң барлығымыз екінші курсты бастауға қайтып келдік. Біз Әшіркүл, Сәрсенкүл, Шариягүл төртеуміз 5-ші қабаттағы 142-ші бөлмеден орын алдық. Ал Дүйсенкүлге төменгі қабаттан 2 адамдық бөлмені берді. Өйткені Қалихан қалаға жақын жерде служит етті. Жиі келіп тұратын. Жатақханадағы апайлардың барлығы біледі, танитын. Қалихан жоқ кезде мен Дүйсенкүлдің қасында жатамын. Ал Қалихан келсе 5-ші қабатқа өз орныма кетемін. Қалиханның служит ететін орны басқа жаққа ауысып, алыстап кетті де, тіпті енді жібермей қойды. Дүйсенкүл екеуміз сабаққа дайындаламыз, кітаптар оқимыз, кітапханаға барамыз. Арасында Анарды да сағынып әңгімелеп қоямыз. Дүйсенкүл Анарды енесіне тастап кеткен. Сол кісілер бағып жатыр. Анда-санда қайнысы және қайнсіңлісі Нұрия келіп хабарын айтып кететін. Осылай біресе Қалиханды, біресе Анарды сағынып жүріп, уақыт өте берді. Көктем де басталды. Бір күні сабақтан келіп, шай тамағымызды ішіп болып, сабақтарға дайындалайын деп столда отыр едік. Қалихан мен жанында бір жігіт бар, бөлмемізге кіріп келді. Дүйсенкүл де, мен де қуанып, жүрегіміз тарсылдап, көзіміз жайнап кетті. Қалиханды кезек-кезек құшақтап жатырмыз. Қалихан да әбден сағынған. Екеумізді құшақтап кезек-кезек сүйіп жатыр. Шай қойып, дастархан жайып, столға жайғастық. Қалихан, бізде тәртіп ол жақта өте қатал болып кетті. Мына жақын жерде жүргенде жиі келіп тұрушы едім. Енді тіпті жібермей қойды. Сендерді қатты сағындым. Бірақ менің бақытыма бастығымыз ауысып, жолым болды. Міне, аты Ахметжан, менің қазіргі бастығым. Өте жақсы, жақын дос болып кеттік деді. Біз де Ахметжанға қарадық. Өзі әппақ, қасы қап-қара, дене бітімі де тығыншықтай, орта бойлы, бастық десе бастық дегендей келісті. Көріп отырып-ақ көзің тояды, іштей еріксіз. Шіркін, менің жігітім болса ғой деп армандайсың. Ұзақ әңгімелестік. Иә, көбінесе арман да адамды алдамайды. Жүректі жүрек іштей сезетін сияқты. Көзбен көрде іштей біл деп сезімге байланысты халық бекер айтпаған болар. Орысша, яғни орыс тілінде де, қырғыз, қазақ тілінде де ағып тұр. Өте сауатты, білімді, сөйлеген сайын кісіні өзіне тарта түседі. Дүйсенкүл, Ахметжанға орысша да, қазақша да күшті сөйлейді екенсің деп еді. Қалихан, ол аз болса французша да сөйлесесіңдер, Ахметжан сендерге үйретеді деді. Біз, қалай деп таң қалдық. Ахметжан, мені 3-ші курс бітірген соң армияға шақырып осында жіберді деді. Мен, жақсы болды ғой, білмегенді сенен сұраймыз деп едім. Көзінің қарашығы жылт-жылт етіп, тұтанғысы келіп тұрған шоқ сияқты жарқ ете қалып маған қарап, елжіреп, сүйсініп тұрып, үйретемін қаласаңыз деді. Әлгі әскери киім киіп отырып, қою қара шашы толқынданып, көзі шоқтай жанып, жарқ ете қарағаны жып-жылы адамды елжіреткен сөзі, қаласаңыз деп менің қалауымды күтіп отырғаны көз алдымда тұрып қалды да, сезімнің тұңғиығында үндемей отырып қалдым. Себебі жоғарыда өзім арман алдамайды дегенім рас еді. Әңгіме барысында маған ерекше назар аударып отырған мен де, Қалихан да, Дүйсенкүл де аңғарған болатынбыз. Арасында Дүйсенкүл екеуміз бытовой бөлмеде тамақ дайындап жүргенде Дүйсенкүл, Ахметжан сені қатты ұнатып отыр. Айтқан әңгіме сөзіңнен өзі сияқты білімді, ақылды екеніңді байқады. Тіпті аяқ жағында сенің әрбір айтқаныңды мақұлдап, бізді ұмытып кетті ме? Қарамайды. Маған өте ұнады. Тамаша жігіт екен. Қарай бергім келеді. Айжан да өте жақсы оқиды деп әдейі айттым. Ақыры сені ұнатып отыр ғой. Ештеңе сездірмей отырмын деп ойлап отыр өзі. Бірақ көзі бағана білдіріп қойды ғой деп маған сыбырлаған болатын. Осы жігітпен жүріп көрсей, екеуің күшті жарасатын сияқтысыңдар деп ескертіп те қойды. Тамақ жеп болған соң Ахметжан маған қарап, мен Қалиханды келіншегін сағынып жүр ғой деп аяп ертіп келдім. Бірақ жатақхана болған соң деп Қалиханға қарап күліп, Дүйсенкүл екеуің оңаша сырласа алмадыңдар ғой. Коридорға шықсам, барлығы маған қарап қалады. Ұялып бөлмеге қайта кіремін деді.
Тап сол сәтті пайдаланып Дүйсенкүл: сендер Айжан екеуін қыдырып келіңдер, біз шалымыз екеуміз әңгімелесейік деп мәз болды. Жігіттің де Құдайдан сұрағаны сол еді. Армейский тәртіппен құп болады деп айтқысы келген солдаттай атып тұрды да, жарайды деп маған қарап, мен сыртта күте тұрайын деді. Мен басымды изедім. Қалихан да шығып кетті. Киіндім. Дүйсенкүл: қорықпа, жақсы жігіт, алдамайды, жаман тірлікке бармайды. Тіпті мына қыз мені ұнатпай қалмасыншы, қалайда осы қызға ұнасам бақытты боламын деп саған бас айналып қалғандай ғой. Бүкіл солдаттарға бастық болғанмен сенің алдыңда солдат сияқты құрақтай ұшып тұр ғой, деп тарқылдаған күлкісіне салып қатты күлді де, давай Ақжол деп есіктен басын қылтитып шығарып тұрып, сен я десең ол жігіт құлап қалайын деп тұр, деді де тағы қарқ-қарқ күлді. Дүйсенкүлдің қандай керемет жігіт кез болды, осы жігітке қосылса бақытты болады деп мен үшін қуанып, баянды махаббаттың шексіз болашағын көріп тұрғандай сезініп тұрғанын байқадым. Ахметжан екеуміз қыдырып жүрміз. Түн. Ешкім де байқамайды. Үстімізде сырт киіміміз бар. Ерте көктем болғандықтан сәл салқындау. Ахметжан: Айеке, жаурап қаласың, кел, бұлай құшақтасып жүрсек жылы жүресің деп мені құшақтап келеді. Қалиханнан Айеке деген сөзді үйреніп алдым. Қалай, сізге ұнай ма деп ай жарығымен маған қарап күлімдеп тұр. Иә, ұнайды деп мен де күліп жібердім. Айеке, сіздің де маған Ахметжан деп баяу ғана айтқан сөзіңіз де, күліп, емін еркін ұнатқаныңызды жасырмай білдіріп тұрып қараған көзіңіз де ұнайды деп, сол қарсы тұрған бойы алдымнан құшақтағысы келіп ұмтылды. Мен қимылын көріп тұрған соң ұялып, екі қолымды кеудеме қаусырып алдым. Ол сол екі қолымның сыртынан қаусыра құшақтап тұр. Біліп тұрдым, сүйгісі келеді, бірақ бата алмады. Шаттанып, рахаттанып, денесі дірілдеп тұр. Әлі солай тұрып, бір күлкілі әңгіме айтып, селкілдеп, шалқайып, бірақ қолын жібермейді. Аспанға, айға, жұлдызға қарап күліп тұр. Мен де дәл солай күліп тұрмын. Екеумізге де айналадағы барлық табиғат денелері қарап, қызығып, бүгіннен бастап біз сендерге куә болайық. Дәл қазір жандарың қалап тұрған осы айқасқан құшақтарыңды өмір бойы жазбаңдаршы. Бірің ай болсаң, бірің күн сияқты бір-біріңді толықтырып, жарасып тұрсыңдар. Екеуің де керек адамсыңдар. Бүкіл дүниеге керексіңдер. Біреуің түнді, біреуің күндізгі кезді жарық қылып, жылу беретін жансыңдар. Болашақтарың жарқын болсын деп, тілек тілеп тұрғандай сезініп тұрмыз. Көшенің жарығы жақсы түсетін тұстан өтіп бара жатқанымызда бір топ қыздар тесіліп бізге қарады. Шамасы мені сырттай танитын қыздар болу керек деп ойладым. Түннің де біраз уақыты өтті. Қайтайық дедік те, қой, екеуі оңаша сөйлесіп сағыныштарын бассын деп ойладық. Яғни Қалихан мен Дүйсенкүлді ойлап қыдырып жүре бердік. Оның үстіне ертең жексенбі, демалыс, ешқайда бармаймыз, ұйқыны қандыруға болады. Ал сен ше, ертең жұмыста қалай жүресің деп едім. Мен конторда отырып қағаз жазамын. Жұмысты тапсырма бойынша орындайтындар бар. Мен тек приказ жазып беремін. Қалихан біледі, деді. Ахметжан, сен орысша оқығансың ба дедім. Өйткені Совет үкіметі тұсында көпшілігі орыс мектепте оқитын, әсіресе қалада тұратындар. Ахметжан: иә, орыс мектебінде оқыдым, институтты да солай, деді. Орысша таза сөйлейсің дедім. иә, достарым да орыстар, қырғыз достарым көп емес, деді. Ата-анаңыз кімдер деп сұрадым. Енді Қырғызстанда тұрамыз, қырғыздар ғой, деді. Жүрегім су ете қалды.